Адамзаттың ең үлкен жетістігі білім мен ғылымның тілін меңгеріп кілтін тапқаны. Содан бері бой жарыстыратын кезеңдер артта қалып, бой жарысы басталды. Бұл бәсекеде Қазақстан белсенді ме? Елдегі білім мен ғылымда қандай өзгерістер бар? Сол туралы айтамыз. Білікті саналы адамдар ұлттық экономиканың арқауы, ел болашағының кепілі. Бұл сөзді мемлекет басшысы халыққа жолдауында айтты. Ізін ала ел дамуына үлес қосып жүрген 130-дан астам ұстаз бен ғалым мемлекеттік наградаларға ие болды. Зияткер ұлт тәрбиелеуде осы жоғары білім саласы Қазақстанда өркендеп дамып және заманауи білім беру саласында көптеген ұстаздарымыз, ғалымдарымыз еңбек етіп жатыр. Сондықтан біздің міндетіміз жастарды тек қана тәрбие емес, сонымен қатар білім ғылым саласына да тәрбиелеу. Осы үш жақты жұмыс біздің жоғары оқу орындарының ең басты міндеті. Сондықтан біз әлі де алдағы уақытта да ерен еңбек етеміз ғой деп ойлаймыз. Ал осы біліктеде білімді мамандардан тәлім алып, халықаралық пән олимпиадаларында жеңімпаз және жүлдегер атанған дарынды жастар тамыз айында Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолынан марапат алған еді. Президент оларға 1000 және 500 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қаржылай сыйақы сертификаттарын салтанатты түрде табыстады. Бізді олимпиадаларда жұлдызымызды жаққан ұстаздарымызға, әрдайым қолдау білдірген ата-анамызға және құрметті президент мырза сізге айтар алғысымыз шексіз. Менің қарындасым Алтынбек Айару шахматтан 3 дүркін әлем чемпионы 2024 жылы сізбен кездескен еді. Енді сол мүмкіндік маған да бұйырды. Біз талантты, жігерлі, өзіне сенімді, арманға бай және ерік жігері мол жастармыз. Біз сіздердің артқан сенімдеріңізді ақтау үшін әрдайым бар күшімізбен аянбай еңбек етуге уәде береміз. Рахмет. Қазақстан шетелдік жастар үшінде алаңсыз білім алатын мемлекет. Бүгінде еліміздің жоғары оқу орындарында 31 мыңнан астам шетел студенті білім алады. Бұл біз үшін рекордтық көрсеткіш. Ал 2029 жылға қарай олардың санын 100 мыңға дейін жеткізу көзделіп отыр. Ол үшін виза режимі оңтайландырып, барынша қолайлы жағдай жасалады. Үздік түлектердің Қазақстанда тұрақтап қалуына мүмкіндік беретін жұмыспен қамту бағдарламасы іске қосылады. Мен қазақша үйреніп жүрмін. Әрине шетелдік студент болу оңай емес. Тіл айырмашылығы, оқу жүйесі, мәдениет бәрі де сынақ болды. Бірақ мен Қазақстанда оқуға қуаныштымын. Менің білім жолым басқа студенттерге де осындай мүмкін алуға шабыт пен жол ашса деп үміттенемін. Жақсы, қазақша өте керемет. Жақсы сөйлейтін болды. Саған рахмет айтамын. Құрметті президент, жастарға көрсетіп отырған қолдауыңыз үшін көп рахмет айтамын. Жалпы соңғы 5 жылда білім ғылым саласына салынған инвестиция 5 есе өсті. 1200 жаңа мектеп ашылды. Келешек мектептері ұлттық жобасы аясында заман талабына сай 150 білім ошағы салынды. Одан бөлек зерттеу университеттер көбейіп, олардың өндіріспен байланысы нығайып келеді. Әлемнің 40 беделді жоғары оқу орнымен серіктестік орнаттық. Елімізде 30-дан астам филиал ашылды. Ғылымды басқарудың жаңа құқықтық негізі қаланды. Осылайша балалардың сапалы білім алуына жол ашылып, мықты мамандар мен жас ғалымдарға барынша жағдай жасалуда.